қыздар сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде ұлттық ою өрнектер бар. Оюлар арқылы топқа бөлінеміз. Кәнеке келе қойыңдар үстелдің үстіне. Берілген қиындыларды біріктіреміз, қыздар. Қыздар, кімде бірдей оюдың бөліктері болса, солар бір топқа бірігіп отырады. Кәнеке, отыра қояйық. Бүгінгі сабағымызды біз ерекше бастадық. Біз 3 топқа бөліндік. Жаңа бірінші тобымыз бізде құс қанаты тобы, екінші топ қошқар мүйіз тобы, үшінші тобымыз бізде түйе табан тобы. Сабағымызды бастамас бұрын біз жағымды ахуал қалыптастырып алайық. Бүгінгі біздің әдісіміз бір сөз, бір құндылық. Егер сәндік қолданбалы, ұлттық сәндік қолданбалы өнерді бір сөзбен айтқан кезде, ойланып көріңдерші, қандай сөзбен сипаттауға болады? Тарих өте дұрыс. Мұра, шығармашылық, өнер, тарих, қол өнер өте дұрыс, жарайсын. Міне көріңдер ма, қыздар, сендердің айтқан әр сөздерің ол бір-бір құндылық. Ал енді бүгінгі біз сабағымызда осы құндылыққа тереңірек тоқталамыз. Жаңа сабаққа көшпес бұрын, негізгі бөлімге көшпес бұрын, өткен сабақты есімізге түсіріп алайық. Сіздердің алдарыңызда өткен сабақта қандай жұмыс жасадық? Ши. Жалпы ши туралы білетіндеріңді еске түсіріңдер. Шиге байланысты 3 сөз ойластырасыңдар, 30 секунд уақыт беріледі. Сол 3 сөзге байланысты бір идея ойлап табасыңдар. Уақыттарым болды. Кәнеке, қай топ бірінші дайын? Түйе табан тобы. Айта қой. Ши, қолөнер, кеңіс. Біздің идеямыз қазақтың ұлттық дәстүрін, қолөнерін әлемге таныту. Жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Келесі, қай топ дайын? Құс қанаты тобы. Жарайды. Ши, дәстүр, ұрпақ. Біздің идеямыз өз ұлттық өнерлерімізді ұрпақтан ұрпаққа жеткізу керек. Жарайсыңдар, өте дұрыс айтып отырсыңдар. Өткен сабақты керемет меңгерген екенсіңдер, көрініп тұр, барлық сұрақтарға жақсы жауап беріп жатсыңдар. Ал енді қарап жіберіңдерші, мына үстелдің үстіндегі заттарға мен сендерге мынандай бұйымдар алып келдім. Қандай бұйымдар көріп тұрсыңдар? Бұл текемет, киіз, қазақ халқының көне заманнан келе жатқан бұйымдары, тұрмыста төсеніш ретінде қолданатын сырмақ, текемет, тұскиіз. Ал мына жерге қарасаңдар, қыздар, бұл біздің қазіргі заманауи осы жүннен жасалған бұйымдар. Айтып жіберіңдерші, осы екі көне заманнан келе жатқан бұйымдарды, қазіргі заманауи бұйымдарды не байланыстырып тұр бір-бірімен? Кәнеке, кім маған жауап береді? Қолөнер. Қолөнер, өте дұрыс, қолөнер. Жүн, дұрыс, жүннен жасалған ғой. Екі жұмыста жүннен жасалған. Жақсы, қыздар, енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы киіз басу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем құралдарын анықтау, таңдау және қолдану. Ал енді қыздар, жаңа сабақты тереңірек түсініп алу үшін экрандағы бейнероликке назар аударамыз. Қазақ халқының қолданбалы шығармашылығының сан алуан түрлерінің ішінде киіз басу өнері басты орын алады. Шиді көріп тұрсыңдар, қыздар? Мынау жүнді саба батыр, киіз басып батыр, міне текемет басып батыр. Нағыз текемет міне осылай басылады, қыздар. Жүнді жайып шығамыз, оның бетіне оюларды саламыз және бетіне су бүркейміз. Ал енді қыздар, бейне роликтен бірталай мағлұматты алған шығарсыңдар. Енді қазір оқулықтарды аша қоямыз. Оқулықта берілген мағлұматтарды бір қарап шығамыз. Біз топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ сендер киізден түскиіз жасайсыңдар. Екінші топ қошқар мүйіз тобы, сендер сырмақ жасайсыңдар. Үшінші топ түйе табан тобы, сендер текемет жасайсыңдар. Қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтаймыз.
Қыздар, жұмыстарың өте жақсы шығып жатыр. Кәнеки маған айта қойшы, неліктен сен осы түстерді пайдаланып жатырсың? Себебі қызыл мен сары цвет екеуі бір-біріне контраст береді. Себебі қызыл цвет ол күш пен энергияны, ал сары жарық пен үмітті береді. Өте жақсы, қандай керемет. Тағы кім, сен қандай түстерді қолданып жатсың? Көк пен ақ түстерді қолдандым, себебі бір-бірімен үйлеседі. Бір жағынан көк ол бейбітшіліктің белгісі, ақ биіктікті, талпынысқа жетелейтін цвет. Өте жақсы, керемет, жарайсың. Әдемі шығып жатыр жұмыстарың. Алақаныңмен әлде де қаттырақ сипалаймыз. Кәнеки. Сенің суың көптеу болып кеткен ау деме? Қазір мен саған дәке берем, сонымен сығып аламыз. Айбеке, сенің де суың көптеу болыпты ғой. Көп су қолданбаймыз, қыздар. Өйткені шылқып кетеді, артығы жайылып кетеді, су үстеріңді бүлдіреді. Ал Кәнеки қыздар, сендерге берілген уақыт аяқталды. Енді әр топ өзінің жасаған жұмысы туралы қысқаша ғана айтып беріңдерші. Қандай жұмыс жасадыңдар, қалай жасадыңдар? Кәнеки бірінші құс қанаты тобы. Мен дайын киіз бетіне ою-өрнекті инемен ұру арқылы түс киіз жасадым. Жақсы. Келесі топ. Бізге берілген сырмақ құрастыру. Біз дайын киіз қиындыларынан ұлттық оюларды орналастырып, композиция жасадық. Өте жақсы. Келесі топ. Түйе табан тобы. Біздің тобымызға ылғалды жүнмен жұмыс жасау, ылғалды киіз басу, яғни текемет. Біз әрқайсымыз әртүрлі жүндерден жұмыс жасаймыз және олардың бәрін біріктіріп, бір бүтін текемет шығарамыз. Керемет жұмыс жасадыңдар, барлығың жұмыстарың өте әдемі шыққан. Енді галереяны шарлау әдісімен бір-бірімізді бағалап шығайық, бір-біріміздің жұмысымызды. Кәнеки, бір-біріңізді көріп шығыңыздар, жұмыстарыңызды бағалап. Қазір түсіндірме айтасыңдар, қандай баға қойғандарыңды? Бізге қошқар мүйіз тобының жұмыстары өте қатты ұнады. Себебі ол ұқыпты әрі оюларды қолданып жасаған. Бізге құс қанаты тобының құрғақ жүнмен жасаған жұмысы өте қатты ұнады. Бір-бірімен түсінің үйлесімділігі, инемен ұрып жасауы өте бәрі тегіс әдемі жасалған. Бізге түйе табан тобының ылғалды жүнмен жасаған текеметі өте қатты ұнады. Бұл жерде түйе табан оюын қосып, ерекше түстермен әдемі қылып жасапты. Ал қыздар өте керемет жұмыс жасадыңдар, жарайсыңдар. Барлық топ, 3 топ өзінің тапсырмасын өте жоғары деңгейде орындап шықты. Кәнеки, бір-бірімізді мақтап жіберейікші, қол шапалақтап. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырма жұптық жұмыс. Жұптық жұмысқа көшеміз. Әр топтан 2 оқушыға тапсырма берем. Мінекей қараңдар, мынандай плакаттарда кесте берілген. Осы кестені толтырамыз. Біреуің дизайнер боласыңдар, біреуің шебер боласыңдар. Кестеде берілген тапсырманы орындаймыз. Қыздар, тапсырманы орындау уақыты 5 минут беріледі. 5 минуттың ішінде жақсылап ойланып, тездетіп тапсырманы орындап тастайық. Ал қыздар, сендер жаңа киіз бұйымның идеясын ойластырдыңдар, жаздыңдар. Ал енді инвестордың алдында тұрғандай, дизайнердің алдында тұрғандай, Кәнеки, қорғап шығайық өзіміздің идеямызды. Біз Жанна екеуміз шебер мен дизайнер болып, жұптық жұмыс жасадық. Жаңа киіз бұйымның идеясын құрастырдық. Біздің бұйымымыздың атауы Эко Кофе Кози. Жүннен жасалған термомагнит. Бұның қолданылуы көшеде сатып алатын бір рет ішетін кофе немесе шай стакандарын сыртына кигізіледі. Бұның пайдасы қолды күйіп қалмаудан және сусынның жылып қалмауына және жылуын ұзақ сақтаудан қорғайды. Материалы жұмсақ меринос жүні, реттегіш ретіндегі кішкентай ағаш түйме немесе созылмалы резеңке. Түсі жылы кофе сүт түсі, ашық қыша немесе күрең қызыл түс. Жақсы, керемет идея ойластырыпсыңдар. Нағыз шебер мен дизайнер екенсіңдер. Балалар, ұнады ма сендерге? Қандай тамаша заманауи идея,
Ал Канеке, келесі жұп отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Келесі жұп шығады, өзінің идеясымен таныстырады. Канеке. Жарайсыңдар қыздар, қандай керемет идея ойластырыпсыңдар, түрлі материалдар қолдандыңдар, заманауи әртүрлі техниканы қолданыпсыңдар, кесте де бар, ағаш та бар, жарайсыңдар. Нағыз шебер мен дизайнерге лайықтысыңдар. Иә қыздар, келісеміз ба? Отыра қойыңдар. Енді келесі жұмысқа көшеміз. Келесі жұмысымыздың атауы жеке жұмыс. Менің ұлттық дизайн жобам деп аталады. Әрқайсыңа мынандай кітапша таратып беремін. Жеке әрқайсыңыз қосымша кітапшаның ішінде талаптар бар қосымша. Сол талаптарға байланысты тапсырманы орындаймыз. Ал Канеке, жұмысымызды аяқтайық. Кім дайын? Кім тақтаға шығады? Жұмысын өзін таныстыратын. Әсел шықсы. Мен ежелген көшпенділердің заманауи корсеті туралы жоба ойлап таптым. Ұлттық элемент қоңыр киіз белдіктің ортасына ақ жібек жіппен кестеленген қошқар мүйіз оюы. Заманауи қолданыс мектеп формасы немесе пиджактың сыртынан тоғылып, күнделікті киімге заманауи ұлттық стиль береді. Түс шешімі, табиғи қоңыр киіз бен ақ жібек жіптің үйлесімі бұйымды өте талғампаз, стильді әрі кез келген киіммен киюге әмбебап етеді. Лютип немесе бренд белгісі, корсеттің төменгі бұрышында стильде бейнеленген дала қызғалдағы. Жақсы, өте жақсы. Келесі оқушы орнында тұрып айта бер. Қыздар, бүгін біз ата-бабамыздан қалған киіз өнерін заманауи көзқараспен жалғастыратын жас дизайнерлер болдық, иә? Керемет жұмыс жасадыңдар. Сендер келешек ұрпақтың жалғасы, ұрпақтан ұрпаққа ата-бабамыздан келе жатқан мұраны жалғастыратындарыңа сенімдімін. Жарайсыңдар. Қыздар, сендер киізге із қалдыру әдісі бойынша қазір осы тақтаға мен сендерге таратып берем осы қағаздарды, өздеріңнің ойларыңды жазасыңдар. Жарай ма? Сабақтан алған әсерлерің жазасыңдар, ойларың жазасыңдар. Мен бүгін киіз басу әдісін үйрендім. Мен бүгін ылғалды жүнмен жұмыс жасауды үйрендім. Мен бүгін шығармашылық жұмыс жасауды үйрендім. Мен әртүрлі технологияларды таңдап, біріктіріп үйрендім. Керемет, бүгінгі біз сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді сендерге беретін үйге тапсырмам. Ұлттық мұра ізінде сендер өздеріңнің туысқандарыңның үйлерінде болсын, әжелеріңнің үйлерінде болсын, көне бұйым тауып, текемет болсын, мейлі сырмақ болсын тауып, соны зерттеп келерсіңдер. Жақсы ма? Оқушылар, бүгін сендердің белсенділіктеріңді, сабаққа өте жақсы қатысып, жауаптарыңды мен өте жоғары бағалаймын. Ата-бабамыз киізден тек бұйым жасамаған, олар оған дүние танымын, өмір философиясын, ұлттық кодын енгізген. Бүгінгі сабақта біз де сол ұлттық кодты сақтай отырып, оны заманауи дизайн тілімен сөйлетуге тырыстық. Осымен сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.